Қайырлы күн достар. Бүгінгі мастер-класста мынандай әдемі золотой түспен қара түстен арналған осындай сырғат оқитын боламыз. Ол үшін бізге керек екі түрлі бисер. Біреуі золотой, біреуі қара түсті. Сосын мынандай аксессуарлары, фурнитурасы, сырғаны бекітетін. Және бұл не үшін мен екі түрлі мынандай гамма деген нені қолданамын, бисерді қолданамын. Размері 10. Және де ұзындығы 1,20 120 сантиметрлік жіп керек болады. Мен енді біз жұмысты бастау үшін екі сары, екі қара аламыз. Мінекейіңіз. Екі түрін алдым. Енді біз мына екі сарыдан өткіземіз. Мінекейіңіз, бізде мынандай шығады. Бұлай айландырып аламыз. Жіп бізде сары бисерден шығып тұр. Көріп тұрғандарыңыз. Енді сол жіп қайсыдай цветте шығып тұр, сондай бисерден аламыз. 4 сары, 1, 2, 3, 4. Қарадан 4. Екеңіздер. 4 алдық. Енді бірінші тұрған міне қараның бір бисерінен өтеміз. Көріп тұрмыз сіздерге. Мінекейіңіз. Міне осы жерден өтеміз. Тартып тоқимыз. Мінекейіңіз. Енді жібімізді бұлай аударып аламыз. Мінекейіңіз. Міне сары. Осы өтіп тұрған сарының біреуінен өтеміз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осылай өткізіп аламыз. Енді мозаика түрінде тоқылады. Бір сары біреуін тастаймын да мынадан өтемін. Екеңіз. Келесі тағы да бір сары. Мына біреуі қалады. Мына төбедегі бисерден өткіземін. Бір сары, бір қара бисер аламын да, мына тұрған қара бисерден өтемін. Бізде мынандай болып, басы осылай болып тұрады. Мінекейіңіз. Енді қара бисерден біреуін тастайым. Келесі бисерден өтем. Тағы да бір бисер алам. Келесі мына бисерді қалдырам да, одан кейінгі бисерден өткізем. Мінекейіңіз. Енді мінекейлеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жіп мына қара бисерден шығып тұр. Енді оны мына сарыға өтемін да, мына тұрған сарыны золотой бисер, осы золотой бисер біреуінен, сосын екі бисерден өтеміз мына жерде.
Мінекейіңіз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, жіп мына қара бисерден шығып тұр, мына сарыға қарай өт. Осы екі бисерден өткіземіз. Жіпімізді тартамыз. Мінекейіңіз. Тағы да бір бисер. Сарыны аламыз. Мына шығып тұрған бисерден өткіземіз. Мінекейіңіз. Тағы да бір сары бисер аламыз. Мына төбеде тұрған сарыдан өткіземіз. Бір сары золотой бисермен бір қара тағы аламыз. Каждый шапкасына осылай алып отырамыз. Мінекейіңіз. Қара бисерден біреу, мына шығып тұрған бисерге өткіземіз. Тағы бір қара бисер. Келесі қара бисерден өтеміз. Енді бізде жіп мына бисерден шығып тұр. Қараған кезде мінекейіңіз, қараңыздар, жіп мына қара бисерден шығып тұр. Енді біз оны мынаны біз былай бүктеп аламыз. Екеуін бір-біріне былайынан қайырып аламыз. Мінекейіңіз. Былайынан екеуін бір-біріне бітіреміз. Енді бізде мына жіп шығып тұрған жерде мына екі сары бисер. Мына екі сары бисерден өткіземіз. Екеуіне қатар өтеді. Енді сарыдан біреу, келесі тағы бір сары, тағы мына төбеде тұрған бисерден өткіземіз. Тағы да бір сары мен бір қара бисер алып аламыз да, мына тұрған бірінші қара бисерден өтеміз. Тағы бір қара бисер аламыз. Мына шығып тұрған қара бисерден өтеміз. Тағы бір қара бисер.
өтеміз. Енді сарыға келеміз. Мына жіп шыққан жерден, сол жерден бастап, мына тұрған, мінекейіңіз, мына сарыға 2 бисерден өткіземіз. Мына бисермен, мына шығып тұрған сары бисерден өтеміз. Және жіпті кішкене қаттырақ тартамыз. Сол кезде бізде мынандай әдемі форма шығады. Қазір біз мына жерде соңынан санаған кезде 5 қатар тоқыдық. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Біз осындай тура осы ретпен 9 қатар тоқимыз қазір. Мінекей, бізде 9 қатар тоқылды. Мінекейіңіз. 9 қатар тоқылды. Енді келесі мына жерде тұр, міне осы жерден 2 сарыдан өтеміз. Мына 2 золотойдан өтеміз. Тағы да құры жіптің өзін мына тұрған 2 золотойдан, мына жерде тұрған бисерлердің барлығынан өтіп шығамыз. Мінекейіңіз. Тағы да мына тұрған ұшындағы 2 бисерін өтеміз. Мінекейіңіз. Енді мына тұрған 1 қарадан өтеміз. Мінекейіңіз. 1 қарадан өткіземіз. Жіптің құры өзін өткізіп жатыр, мен көріп тұрғандарыңыздай. Енді 1 қара аламыз. Мына тұрған қарадан өтеміз. Тағы келесі 1 қараны аламыз. Мына тұрған қарадан өткіземіз. Енді 1 қара, бағана 1 сары 1 қара алатынбыз, қазір енді 1 қара 1 сары, екеуінің орны ауысады. Мына тұрған сарыдан өтеміз. Бірінші сарыдан мінекей. Мінекейіңіз. Тағы 1 сары аламыз. Мына шығып тұрған сарыдан өткіземіз. Тағы 1 сары аламыз. Мына тұрған сарыдан өткіземіз. Енді мынаны қарасаңыздар, жіп соңғы сарыдан шығып тұр. Сондықтан біз мына тұрған бірінші мына қарамен, мына тұрған қарамен, мына тұрған қара екеуінен өтеміз. Тағы 1 қара аламыз. Тағы 1 қара аламыз. Бір қара, 1 сары. Мына тұрған сарыдан өтіп аламыз. Мына сарыны аламыз. 1 сары, мына жерден өтеміз. Мына тұрған сарыдан өтеміз. Мінекейіңіз. Енді жіп ұжым мына жерде тұр. Енді осы келесі мына 2 қарадан өткіземіз. Мінекейіңіз. Тағы 1 қараны аламыз. Мына қарадан өтеміз.
тағы бір қара, бір сары аламыз да мына сарыдан өткіземіз. Bir sarı, mына sarıdan өтеміз. Тағы бір сары, мына сарыдан өткіземіз. Енді мынаны көріп тұрғандарыңыздай жіп ұжым мына жерге келді. Мына үшінші, төртінші қарадан өтеміз. Мінекейіңіз, бізде уже мына жағынан санаған кезде 1, 2, 3, 4 қатар дайын болды. Тура дәл осы қалыппен 18 қатар тоқимыз мына жағын. Мінекей, бізде мына жерде 18 қатар тоқылды. Енді біз былай қарай 9 қатар тоқуымыз керек болады. Ол үшін жаңа бірінші неде ауысқандай, мына 2 қарадан мына тұрған соңғы 17-ші, 18-ші қатардағы қарадан екеуінен бірге өтіп аламыз. Одан кейінгі қасында тұрған мына 2 қарадан бірге өтеміз. Бірге өткізе алмасаңыздар, бір-бірден алып өткізіп шықсаңыздар болады. Осы қатардағы тұрған барлық песелердің арасынан өтіп шығамыз. Мінекейіңіз. Енді мына тұрған бірінші сарыдан өткіземіз. Келесі бір сары аламыз. Тағы келесі бір сары аламыз. Енді бір сары, бір қара болады. Мына бірінші тұрған қарадан өткіземіз. Мінекейіңіз. Енді бір қара, мына қарадан өткіземіз. Тағы да бір қара аламыз да, мына қарадан өткіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай, жібіміз соңғы қарада тұр. Сол себепті мына тұрған екеуінен бірге өтеміз. Тағы бір сары аламыз. Тағы да бір сары. Bir sarı, bir қара. Biz de бұлай қарай өтеміз. Тағы бір қара. Мынаудан қара. Енді мына сарыдан мына жерден шығып тұр, жібіміз. Сол екінші, үшінші қатардағы сарыны өтеміз. Бізде төртінші қатар кетті. 9 қатар тоқимыз, е? Бір сары, бір қара. Үшінші, төртінші қатардағы сарыдан өтеміз.
мінекейіңіз. Дәл осылай 9 қатар тоқимыз. Мінекейіңіз бізде 9 қатары тоқылды. Мына жақта 9, мына жағы 9, мына жақ 18 қатар. Енді бізде лицевой сторонасы былайынан болған, сол себепті мына тоже былайынан келеді. Көріп тұрғандарыңыздай. Ең алдымен бізде мына соңғы 8-9 қатардағы сарыдан өткізіп аламын. Енді бізге мына екі сарыны бір-біріне былай біріктіру керек. Так. Мына бірінші зигзаг түрінде өткіземіз, бір-біріне біріктіреміз. Қазір бос бүйтіп өткізіп алып, артынан жіпті жақсылап тартасаңыздар болады. Көрініп тұрған деп ойлаймын сіздерге. Мына жерден өткіземін. Мынадан өткіземін. Және соңғы жіп мына жерден өтеді. Кеңіз, мінекейіңіз. Былайдан өткіздім. Енді жақсылап тұрып тартамыз. Мінекей. Енді астын дәл солай өткіземіз. Сіздерге көрініп тұрма? Мінекейіңіз. Екеуінен өттім. Өткіздім. Мінекейіңіз. Мінекей. Бізде осылай болды. Былайынан келеді. Сонда мынандай болады. Мінекей. Бізде екі жағын бірдей түйіп, екі жіпті бірдей. Осындай болды. Мінекейіңіз. Сонымен бізде осындай әдемі сырғамыз шықты. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Әлі де осындай әдемі әшекейлерге мастер-класстар түсіретін боламын. Рахмет.